називин, нафтизин, галазолин, тизин сияқты мұрынға тамызатын тамшылардың түрлері өте көп. Олардың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар, соған тоқталып өтейік. Бізде әртүрлі вирустық, бактериялық инфекциялар кезінде, аллергия кезінде мұрындағы қан тамырлар ісінеді, соның әсерінен мұрын бітеледі. Ал бұл дәрілік тамшылар осы мұрындағы ісініп тұрған тамырларды тарылту арқылы мұрынды ашады. Яғни тамыр тартқыш препараттар. Бұл мұрынға қолданылатын препараттардың ішіндегі тек бір тобы ғана. Енді бұлардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Бұл препараттар әсер ету ұзақтығына байланысты 3 топқа бөлінеді. Бірінші, әсері қысқа уақытқа, яғни 3-6 сағатқа әсер ететін нафазолин топтары. Оған нафтизин, санарин сияқты препараттар жатады. Екінші, әсер ету ұзақтығы орташа, яғни 6-8 сағат бойы мұрынды ашып тұрады. Бұған ксилометазолин тобының препараттары жатады. Бұл топтың препараттарына атривин, ксимилин, галазолин, тизин, снуп сияқты дәрілік тамшылар жатады. Ал үшінші тобы ұзақ әсер ететін, яғни 8-12 сағат әсер ететін мұрынға қолданылатын тамшылар. Оған оксиметазолин тобының дәрілер жатады. Оған називин, назол, назол адванс, риностоп, оксиназин, ринозолин сияқты дәрілік тамшылар жатады. Бұл 3 топ препараттардың қайсысы тиімді десеңіз, тиімдісі әсері орташа ксилометазолин тобының препараттары, яғни мұрынды 6-8 сағат бойы тарылтатын дәрілік тамшылар. Себебі, егер сіз ұзақ уақыт әсер ететін 8-12 сағат бойы әсер ететін тамшыларды қолданатын болсаңыз, мұрынның қан тамырлары ұзақ уақыт бойы тарылып тұрады. Соның әсерінен мұрын қан тамырларына оттегінің жетіспеушілігі пайда болады. Сол себепті әсері орташа препараттарды таңдау қажет. Ал әсері қысқа, өздеріңіз білетіндей, оны жиі-жиі сеуіп тұру қажет, және бұл мұрында кірпікшелерге улы әсер етеді. Жалпы осы тамырды тарылтатын тамшылардың қай-қайсысын алсаңыз да, ұзақтығы 5-7 күннен аспау қажет. Оны 1 ай, 2 ай бойы қолдануға болмайды. Себебі бұл кезде осы тамшыларға деген тәуелділік пайда болады. Яғни бұны қолданып жүрген адамдар бұл тамшыларсыз өз бетімен тыныс ала алмайды, оттегі жетіспейтіндей күйге түседі. Сол себепті әрі қарай оны жалғастырып ала береді. Бұл медикаментозды ринит, яғни осы дәрілік тамшылардың әсерінен пайда болған мұрынның шырышты қабатының қабынуы деп аталады. Және жүктілік кезінде де бұл тамшыларды қолданбаған жөн. Себебі ұрық жолдастағы қан тамырларды тарылтып, ұрыққа оттегінің баруын азайтады. Тағы қайталап өтейін, негізінен 3 топ: нафазолин, ксилометазолин және оксиметазолин. Нафазолин тобы ол өте қысқа уақытқа әсер етеді, 3-6 сағатқа. Ал орташа ксилометазолин 6-8 сағатқа. Осы орташаны таңдасаңыздар, осы тиімді. Ал ұзақ әсер ететін 8-12 сағатқа ол оксиметазолин тобы. Бұл 3 топтың аты сіз таңдаған тамшылардың астында тұрады, астында жазылып тұрады. Мысалы, мына жерде називин препараты тұр, тамшысы, ал астында оксиметазолин деп жазылып тұр. Бұл оксиметазолин дегеніміз, бұл әсер ұзақ уақытқа әсер ететін, 8-12 сағатқа әсер ететін 3-ші топтың препараты.